Елорда тұрғыны Айдардың күзге қарай иммунитеті түсіп кетеді. Мұндайда ол өз бетінше дәрумен ішеді. Бастысы бойдағы әлсіздікті жеңсем болды дейді. Ауа райы да өзгеріп жатыр. Сол өзіме бір пайдалы витаминді комплекстер сатып алғам. Денсаулығыма көмектесе ма деп ойлағам. Дәрігерлердің рұқсатынсыз сатып алдым. Өзім жалпы байына бәріміз интернеттен қарап зерттеп отырамыз ғой. Осы мүмкін витамин бізге жетіспейді деп сөйтіп әртүрлі комплекстерді алдым. Дәрігерлердің айтуынша иммунитетті күшейту арқылы басқа да аурулардың алдын аламыз. Алайда дәруменді дәрігерлер қабылдауынан өткен соң ғана қолданған жөн. Ең басты өздеріңізге білетін халықтың арасындағы жүрген бұл А витамині, Б витамині, С витамині, Д витамині. Адам организмінде клетка өндіріледі. Клетка деген жалпы бүкіл адам организмі осы клеткалардан тұрады. Осы клеткалардың бөлінуіне, делециясына және дұрыс қызмет атқаруына, яғни А витамині тікелей байланысты болып табылады. Егер жетіспеушілік нәтижесінде болатын болса, клеткалардың бөлінбеуі. Ал енді ол клетканың ішіне тағы не жатады деген келетін болсақ, иммундық жүйенің әскері, яғни иммунитеттің клеткаларда бөлінбеуіне де осы А витаминде көмектеседі. С витамин, яғни бұл қан тамырлардың стенкаларын, жүректің стенкаларын, яғни қабырғаларын укреплять етеді, яғни соны шынықтырады, соның беріктігіне алып келеді. Себебіне келетін болсақ, вирустар сілекейлі қабат арқылы қан тамырларға өтіп кетпес үшін осы С витамині өте жақсы көмектесетіндігі анықталған. Д витаминінің көмегі зор. Оның бірінші қасиетіне келетін болсақ, адам организмде иммундық, яғни қорғаныштық қасиетін береді. Екіншіден келетін болсақ, адамның тіндерінің, яғни серпімділігін, сүйектердің, яғни беріктігін осы Д витамині атқарады. Үшіншіден, бұның Д витамин тағы бір қасиеті адамның есте сақтауы, жадысына, яғни өте жақсы көмектесетіндігі. Бұл топта витаминдер, сонымен қоса әрбір нерв клеткаларын, яғни нейрондардан тұрады, бізде клеткалар, солардың тез активизациялауына, яғни тез қызмет атқаруына осы Б комплексті витаминдер жақсы көмектесетіндігі айқындалған. Дұрыс тамақтанбау мен жиі стрессте болу иммунитетті әлсірете түсетінін біле жүріңіз. Осы орайда елордалық тұрғындардың витамин көзін қайдан алатынын біліп көрдік. Мен өзім өз басым саумал ішемін. Саумал өте пайдалы. Бізде спорт таңғы жағы жүгіру. Кеше жақын сол паркте қыдырған жақсы көремін. Саумал ішеміз, витаминдер жейміз, әртүрлі жеміс-жидектер жейміз. Сол спортпен шұғылданамыз, жаяу жүреміз. Витамин көп жеймін. Овощи, фрукты. Натуральный тамақтар ме? Био, снежок, тәтті айрандар ғой. Айран ішеміз, сүт ішеміз, біз ауылда тұрмыз ғой. Ірімшік жейміз, қымыз ішеміз. Алма, банан, апельсин, басқа да жеміс-жидек. Көбінесе жеміс-жидектер жақсы көмектесетін. Особенно цитрус, бізге көбінесе йод жетіспейді. Нутрициолог мамандар денсаулықты түзеуде жеміс-жидектер де пайдалы дейді. Күніне олардың 8 грамын жесеңіз әжептәуір оңалып қаласыз. Иммунитетімізді көтеру үшін қандай жеміс-жидектер тұтынған дұрыс? Негізі бүкіл жеміс-жидекті тұтынған өте пайдалы. Соның ішінде ең бірінші кеңес беретін ол витамин С тобына бай жеміс-жидектер, оған апельсин, мысалы киви және де басқа лимон, солар жатады. Соларды көп қолдануға кеңес беремін. Мына жерде көрсетілгендей жеміс-жидектердің ішінде жидектерге де көп мән берген жөн. Өйткені олардың ішінде антиоксиданттар, фитонутриенттер өте көп болады. Мысалы, мына облепиханы алсақ та, одан мысалы түрлі компот, настойкалар жасап ішсеңіз болады. Кейін, мысалы, көкөністерді ұмытпағаныңыз жөн. Ол мысалы болгар, бұрышы, сосын жасыл шөптер өте пайдалы. Сонымен бөлек, мысалы, асқабақ қазір пісіп жатыр, соны өз тағамға қолдану керек. Және де чеснок, мысалы, тағы да пиязды қолданғанды жөн. Сонымен бөлек осы жаңғақтарды да қолданған жөн, себебі бұлардың ішінде минералдар өте көп. Мысалы, селен және цинкті алатын болсақ, олар иммунитетті жақсартады және де сізді түрлі аурулардан қорғайды. Соның ішінде аса көңіл бөлген, ол мысалы кешью, содан кейін мына грек жаңғақтары, сосын мысалы көптеген жеміс қақтарында қолдануды ұмытпаңыздар. Балдың ішінде көптеген минералдар бар және де организмді қорғайтын түрлі фитонутриенттер болады. Сол себепті балдарды өзіңіздің рационыңызға қосуды ұмытпаңыздар. Және де бір айта кететіні, балды ыстық суға салуға болмайды. Бүкіл пайдалы қасиеттері жойылады. Сол себепті оны өзін ғана бір ас қасықты қолданған жөн. Мамандар ағза күз бен қысқа дайын болу үшін қазірден қамдануға шақырады.
Сол үшін біз жоғарыда айтқан кеңестерге құлақ түріп, салауатты өмір салтын берік ұстаныңыз.